Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге дрож, сары май, 2 қасық шекер және 1 пиала жылы сүт қажет, және 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Сосын оны 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Осылай сары май ерген соң қажетіне қарай ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеп болған соң оны бір сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді міне достар, қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болды. Енді мұны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді пішін жасаймыз. Мен осындай домалақ етіп жайып, сары майды ертіп бетіне жақтым. Оның үстіне шекер септім. Осылай орап пішін жасадым. Достар, бұл өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Әртүрлі етіп жасаңыздар да болады. Мен осылай жүрек пішінде етіп жасадым. Сосын болған соң бетіне жұмыртқа жағып, оны 180 градусқа пешке саламыз. Міне достар, булочкамыз дайын болды, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.